Алдаш! Ой, естімей атыр ау деймін. Құрмаш! Құрмаш! Не ұйық, Алдаш! Тұрсай? Женешем, не болды сізге танатпаста үй жинап? Демалыс қой бүгін? Вот демалысты пайдаланып үй жинап жатырмыз. Не жатысы айналайын-ау. Тұртырдан хабар келсе, ұйқыда маза кетеді дейді. Оның үстіне ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді. Бар тұр. Қатырасыз. Қатырғанда айтпақшы, Құрмашжан, ана келіншегінің самаурынға шай қойып жатыр. Бар, көмектесші бар. Самаварға? Иә. Ол да қатыра бер, шәугімен жасаса алмаймыз. Вот, соны тез бар, көмектес бар, өртеніп кетіп жүрмесін өзі. Бірінші рет қойып жатыр. Бол, Алдаш! Әй, Алдаш! Өліп қалды ма, немене беле? Шайларым жасай беріңдер, мен қазір тез боп қалдым. Ой-ой-ой. Сан бола тұра мені оятқан не сен? Деді дайын емес. Уақытында шай дайын болмаса апамыз шатырымызды ашады ғой. Мынада да суда жоқ. Сикош! Сикош, суда кеш! Сикош, әкелме! Өзім құям. Не істеп отырсың? Шай дайындап жатырмын ғой. Көріп тұрған жоқсың ба? Ешкімге айтпа. Газға қайнатылған шайды ішпейді ғой апам. Біліп қалсам, бәлеге қаласың. Ішеді ғой, күнде ішіп жүр. Иә. Енді сол жүрейін, самаурынға күйе болып шай қайнатып. Осылай істеп жүрмін. Өтпе ойнап отырсың сен. Алып кетейін. Алыңыз апа. Рахмет. Дей, отыршы. Не етеді екен? Қышы барар. Неменеге, әй, сен... Бұрынғының самаурындарына жетпейді ғой деймді. Ұзайдас. Түтін де шықпай атыр. Самаурынның шай деген осы ма жағы? Осыны ақ келді ғой. Самауырмен қойып. Ой, құрсын. Қазіргінің самаурындары тіпті бұрынғының самаурынына не жетсін Алдашау. Ой, сексеуілдің шоғына қайнаған, ә? Ебай, түтіні бұрқырап тұрады. Мынау не мынау? Жылы су ішіп отқан сияқты, краннан су ішіп отқандай мынау. Тіпті бір дәмі жоқ. Апа, бәрін не үшін жинағаныңызды айтсаңызшы енді. Не үшін жинадың? Айтады қазір апа. Бәріңді жинаған себебім, так, бүйтесіңдер. Бүгін бәрің осы үйді тап-тұйнақтай қылып кілемін шығарып, қағып, шаңын сүртіп, в общем, генеральный уборку жасайсыңдар. Ой, мама, жалғыз демалысында тыным бермейтін болыңдар ғой. Өздерін істей беріңдер. Сен осы неменеге бұлдан астында отырасың, ей? Соны айтам ғой? Дұрыс қой енді. Еркек болып енді әйелдердің жұмыстарына кірісеміз бе? Әй, еркектің де әйелдің де қолы жұмысты істейтін. Саған ешкім пол жүр деп атқан жоқ қой. Мен саған көрсетем, нағыз еркектің жұмысын. Апа, есік алдың қоқысын тазалап, шөбін жұламыз. Көп қой жұмыс істеген. Ана огородты қараңдар, суарыңдар. Иә, сөйтіңдер. Сендер даланың тірлігін өздерің бітіріңдер. Біз үйдікін өзіміз-ақ Аделия жинап тастаймыз. Сикошканы ұйқыдан тұрдым ол. Сикошты шақыр, үшеуміз даланың тірлігін істеп істеп. Сонда мен демалмайтын болдым ба? Жоқ, сен неменеге демаласың, а? Тас шауып атсың ба? Шаршап жүрмін. Не шаршап жүрсің? Күніге бір 50 қап ұн арқалап жүргендей. Тазаласаң өзіңнің үйін ғой тазалап атқан. Біреудің үйіне құл болып жүрсің ба?
Сен не деген қасқайып қалған адамсың сен, а? Демалмайтын. Мен сен демалып тұрып жұмыс істететін қыламын. Есік алдына шығарда бір терең демалтып алшы. Жақсылап демалып, қолыңа күрек аласың. Салдыма кеттік. Давай, молты. Аумин деңіз. Иә, бақ қарасын қыдыр дәрісін кеткенін келіп кемтігін толып, Алла отбасымызға береке, бірлік денімізге саулық беріп, істеген жұмыстарыңа Алла береке берсін, шаршамаңдар, шалдықпаңдар. Осы мына тек менің айтқан ісімді істеп, жақсылықтарың бәрі оңынан болып, ол сүйіп, қыз ұзатып, келін сүріп, немере шөбере сүюді мен сияқты нәсіп қылсын. Жұмыста адамға Алла береке берсін. Аумин. Иә, аумин. Давай, тұр, шагым марш. Давай. Аумин деген ұмыт қалады. Әй, болса сөйлей бермей. Әй, бұл үйде ең бірінші шай ішетін құрмаш екен да. Құралай. Апа сізге суытып беріп жатыр ғой бет. Иә, суытып беріп жатыр ма әлде? Күйіп қалмасын деп. Әйелі бірінші беріп жатыр ма? Бауырса қалпыш. Асан шаба. Болды, жарайды. Әй, Сикош! Немене аспен ойнап өтсің, а? Не істеп өтсің ойнап? Мен ойнап жатқан жоқпын ғой. Мына сіз ғой ойнап отырған. Күлшен шайға батырып қойып. Мен ғылыми нәрсемен айналысып жатырмын. Мына қанттың суда еру жылдамдығын тексеріп жатырмын. Иә, расымен де. Ой, сен де бір істемейтін нәрсені істеп. Ай, әне көрдің бе? Әкеңе тамақ дайындап бердің. Апа шай ішіп отырсыз ба? Барма шайыңыз. Аделя, сен неге жеңешеме көмектеспейсің? Осы үйдің иесі сен емессің ба? Үнемі өзі жалғыз бәрін істейді деп жүреді. Жеңешем қонақ қой осы үйде. Қой, Құрмашжан, қайдағы қонақ? Ойбай, апа біз қонақ емеспіз ғой. 3 күннен кейін қонақтың өзі де кәдімгі үйдегі адам сияқты болып кетеді ғой. Қонақ деп қояды, ештеңе етпейді. Ауылда одан да ауыр жұмыстар істеп жүр ғой. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ештеңе етпейді, Аделя, ештеңе етпейді. Әй, Құрмаш-ау, мына Құралай келін боп түскенде, мына балаға аяғы ауыр. Неше айлық еді? Сол кезде, ана біләкпен суды көтеріп Бес ай ғой, апа, 5 ай. 5 ай. Мына Аделя дейтін тек өйтіп бүйтіп жүр ғой сәсіріп, түк істемей. Қалаға кеп қайтап. Ауылдағы сиыр сауы, мен ана сиырдың астын тазалау, шөп тұраудың бәрінен құтылдық қой қайтаған. Ойбай, соның бәрін бір өзің істеп жүрген адам болса адам шынына тиме. Жай жесей, не болды сонша? Не істеп отырсың, не істеп? Апаннан қараңшы, не істеп отыр? Адам өйстіп тамақ жеп. Әй, бұл бала кезіндегісін көрген жоқсың ғой бұның. Нанның үстіне нан қосып жейтін еді ғой бұл. Енді нанның үстіне нан қоспағанда не істеп отыр еді? Болды, қайттым жұмысқа. Айтпақшы, көке, ал мен сізге бизнес план бар деп айтып едім ғой. Қош. Мен соны сізге айта салайын. Осы план даусылмайды. Азан мен не бизнес планы? Нең бар енді, Құралай? Жұмысқа кетсін да адам. Құралай, нең бар бала енді көкесіне еркелегісі келеді шығар. Өзің сияқты да идеясы даусылмайды. Әй, Шапша өзіңде адам жынына тиме. Тамағың жеш, сөйлей берме. Аштан өлерсің сен бір күн. нең бар сен, жей берсін де. Дұрыстап жесін да, апа енді. Адам жүрегін айнытпай. Аделя емес, менің жүрегім айнып кетті. Уже. Мама, Ақшасы төленген ғой, жей берсін. Айта бер, не болды? мама, Құрмаш неге маған осылай ұрсай береді? Не деп ұрысты? Жеңешеме ештеңе көмектеспейсің деп айта береді. Дұрыс қой енді, сен де әйтеуір әлемде... Мына құйсайш, не қылдың мынаны? Құйсайш шамалы тағында. Біресе толтырып қоясың, біресе көзге тамызатындай қылып қоясың. Сен екі қабатты болғалы не істегеніңді білмей жүрсің өзі. Енді мен осы жүкті болғалы бері теріс шаршап кете берем, сосын ұйқым келе береді. Бірдеңені жегім келіп тұрады.
сосын сразу тәбетім болмай қалады. Ойбай, онда болады ғой, апа. Болады ғой. Баяғыда есіңізде ма? Бағана айттыңыз ғой, 5 айлық кезде кім сикошқа аяғым ауыр кезде. Мына жынды білесіз бе, түннің бір уақытында достарын ертіп келгенін? Иә. Содан бір жіп бәріміз ана күлпаш келіп. Кімнің атың еді анау? Көрші Сержанның әйелінің тойына киіп барған көйлегін әбден жынымызға тиіп еді ғой ше. Енді бұның ой, сен де бір болмайтын әңгімені айтып. Жүрек алуға қатысты не бұның? Жөн соған қатысты бірдеңе айтам деп едім, не айтам деп едім мен? Сен де бір қайдағын айта саласың кейін. Жүрегім келмей тұрса да жеп қойып. Ой, тұрмай деймін, сенің аяғың ауыр ма еді, жыныма тимей отыршы еді, шында тимей. Келін кешегі ана жылытпадан бар ма? Қандай жылтпа? Кешегі тамақ. Сен жылтпа жемейсің. Алдаш, алдаш, болды енді. Болды, жарылып кетерсің бір күні. Болса айте, сіз не қылып отырсың? Сонда да бауырсағын алып барады, ой алла. Құралай сен келіннің көзінше оған ұрса бермесейші. Апа, өзі жыныма тиіп отырып, қырсаңшы тамақ жеп отырған. Жының атыйса де, бір-біріңді қырып тастаңдар онда. Ұят емес пе келіннің көзінше? Енді өзін көтерсіз ба, апа келіннің көзінше сонша тамақ жеп. Дұрыс болмаса да, сен үйге барғасын айт оны. Бөлек айт, жеке айт. Алма жейін деп жатыр мен. Ас болсын айналайын. Немен жегенім көре алмайсың сен өз постоянно? Енді қайтып жүрсің, енді айтсаңшы енді. Нек бар, жесін ақшасы төленген. Ертең көрерім сенің сикошың үсті тамақ жеп жүрсе. Сикоштың әйелі келіп саған бірдеңе десе. Қалай дейін? Келіннің көзінше сөйлей берме өйтіп. Соны естеріңі сақтаңдар. Болды. Жинаңдар бұл жерде. Болдыңыз ба, апа? Болдың ба, Делі? Ал, бақ қарасын, қыдыр дәрісін, кеткенің келіп, кемдігін толып, Алла отбасымызға береке, бірлік, еліміз аман, жұртымыз тыныш, Қазақстанымыз өсіп өркендеп, көркейе берсін. Еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын. Көргендерің той болсын, жегендерің қой болсын, дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болсын, сикошым аман, алдашым аман, құрмашым аман болып, аман есен келінімнің жаны қалып, аяқ қолы жеңілденіп, немеремнің бауы берік болып, дүниеге келіп, сол немеремнің қызығын көріп, мына құралайым тағы да жүкті болсын. Аумин. Екеуің бата беріп тырсып қалдыңдар, ойбай, батамды алып алыңдар, баяғыда біз енеміздің батасын қашан аламыз деп былай да былай алдына жүгіріп жүретін едік, сендер мынау бата беріп атсам қырсық болсыңдар. Көрерім ертең. Жіне саласыз ғой, иә? Жіне салам. Сенің аяғың ауыр ғой, демалып кел бар. Иә, ішім ауырып қалмасын деп. Апамның батасы қабыл болып, менде аяғым ауыр болсын, көрсетем сосын саған. Жинап қойдыңдар ма? Шай іш. Адам сияқты отырып екем, шай ішеміз. Қойшы айналайын, жинайын деп жатыр ғой мына жерді. Жарыларсың бір күн, сен жарылып өлерсің. Сен жинайсаш, сен бітсей, сенен кейін жинап әуре болудың қажет жоқ, жейсаш наның бәрін. Осы үйде бір зат тұрмайдай қайда кетті жаңағы сканвордым, ә? Әделә? Әй, Әделә. Бас жаққа қойдым ба, қайда кетті? Әделә деймін. Сканвордым қайда кетті, ә? Әделә. Ей, Әделә. Не деген адамсың? Не болды? Не oldu мама? Не болды дейді ғой? 25 рет Әделә дедім ғой, неге ау демейсің? Енді мама мен естіген жоқпын ғой. Не кереңсің ба? Қайда сканвордым? Осы үйде бір зат тұрмайдай. Ойбай, құрсын, айқайлап
Ай, сканвертім қайда деймін? Білмеймін, мама. Көрген жоқпын. Көзің шұқып алайын ба осы бар ғой. Түк көрмейсің, түк білмейсің, осы үйдің адамы емессің ба? Бір зат орнында тұрмайды, аласыңдар да жинап тастайсыңдар. Жина дегенде солай жинай ма? Қойып қоймайсың ба менің ана жастығымның астына? Саған айтам. Ой, керең болып қалғыр. Құлағына бірден. Неғып жүрсің сен? А? Бар тамағын істе. Маған тиіскен. Аналар өзі бір тамақ істей ма бүгін, істемей ма? Қарным ашып әлсіреп кеттім ай. Ай, Аделя, Құралай! Құралай, Аделя! Бірдеңе істейсіңдер ме? Не болды, апа? Қарным ашты, бір тамақ берсеңдер. Соны сұрайын деп келе жатқам өзімде. Апа, нема, картошканы қып-қызыл қуыра салайын ба? Сен денің сау ма, картошка қып-қызыл қуырасады? Асқазаным ауырады ғой менің. Не істейін? Бермешелді қайнат 1,5 сағат. Ой, апа, бұламақ болып кетеді, 1,5 сағат қайнат. Енді шайнамай жұтамыз ғой, жақсы ғой, жегіл ғой. Басқа тамақ жемейміз, азынан бешкеше бұламық жей береді. Кашы болады. Үйде вермишель қалмапты. Картошка мен баклажан қосып қурайын ба? Баклажаныңда со картошка сияқты ғой енді. Енді екеуі екі түрлі деген ғой, қып-қызыл қурам ғой, апа, қура берейінші. Өткенде істеді ғой, со түні мен 2 күн болды асқазаным ауырып со көзде. Не істеймін енді, дым қалмады ғой үйде. Осы сен неге жоқ дей бересің, а? Жоқ деп отқан жоқ, болғаннан кейін айтып отырмын ғой, әдейі айтып отқан жоқпын, апа. Сен осы бар дейтін күлің бола ма, а? 15 жыл болды ғой жоқ дегенге. Бар кет бар. Басқа бірдеңе жейсіз ба? Білмеймін, істе бар бірдеңе. Не істеймін, апа, ештеңе жоқ. Болды, жоқ істеймін, апа, дегенде басқа бірдеңе істеймін, айтатын апа, жоқ кеме па? қойшы. А? Мәм, Қисық. иә, қисық қой, түзетіп қойып берейін. Бұлай қараңдаршы. Тағы. Болды. Сей, мынам бар ғой. Майлап қою керек сияқты мына жерін қарашы. Майлап, мына велосипед жуу керек қой. Қалай дейсің өзі? Міне. Көрдің ма? Қалай торын ұстайды. Бағана сен лағып атыр, себі шығып. Ескіріп кетті мына велик. Новый велик алып бермейсің бе? Мықты болсаң әпермейсің бе өзің? Әперейін. Бопты әпере дегеннен тастай сал. Әперем дейді ғой. Айдап бітсін, алады сосын. Бір-екі жылдай айдай тұр, сосын әперемес, не? Өгізде машина дейді ғой. Әке, Не? біз қашан бизнесімізді бастаймыз? Қандай бизнес? Менде жоспарлар бар ғой. Үйдегі 2 сиырды алып келіп сатсақ, бірінші қадамымызды бастасақ болды. Ол сатылмайды дедім, не? Жоқ дедім. Сатылмайды. Оны сатып не істемекші? Өсетін баланың сөзі ғой мына. Тыңдасайшы. Ана, сенбесеңіз көкемнен де сұраңыз. Көкең не білет? Мал жайлы біле ме осы? А? Мал жайлы біле ме осы? Тауықтың өзі не екенін білмейді. Сұрекеден басқа дым білмейді. Әке, қашан маған сенесіз? Сен әкен жеңешемнен басқа ешкімге сенбейді. Не болыпты? Дұрыс қой енді? Не дұрыс қой? Аузыңа жіберіп қойма осыны тұрған жерінде. Балаң көзінше не айтып отырсың? Мына жерін майлап, сосын жуыланы. Түсіндің ба? Бар, кет бар. Әкеш. Папау. Басталды. Бәсе, великті сындырып жүрген кім екен десем, осы Алдаш екен ғой. Мұна не сұмдық соншама, а? Әбден бір демалайын десен осы. Субботникті бір тауып қояды әйтеуір. Жеңгемізді қатырады осы. Түсінбеймін. Құрмаш, тыныш. Естіп қойса ұят қой. Ой, маған бәрібір ести берсін. Қашан қайтады үйлеріне, әбден жат болдығы біздің үйде.
Айтпай ақ қойсын. Олай айтпа. Жеңгем, абысынкам үй жинап жүр. Сикошта ертең біздің баламызға қарайласып серік болады. Ойлансашы. Иә, сенікі дұрыс. Мен қатты ашуланып кеттім. Сенбілікті жасағаным да дұрыс болды. Қазір қонақтар келеді ғой. Иә? Сол таза болып тұрады үйдің ауласы. Дұрыс болды негізі. Мен шаршадым. Бір демалайыншы осы жол. Уақыт та жоқ маған демалуға. Ертең жұмыс менде. Жатып демалсаңшы онда. Сөйтейінші. Сен одан да шай дайындашы, иә? Жарайды? Қазір. Сосын Аделя, аяғымды уқалап берші, қақсап барады. Кет қалған ба? Ал, айналайын. Көп рахмет. Мен айтқан жұмыстың бәрін тындырдыңдар. Жақсы жұмыс істедіңдер. Ой, апа. Сен өте жақсы жұмыс істедің. Же, тамағыңды. Ей, жаным. Жоқ, мен істедім ғой. Қаланың ақсы болса, дым да істеген жоқ. Ой, өтірікші. Мен ғой бәрін істеген. А сен Сикошта жұмыстай бердің. Иә. Өтірік алдап отырмын. Жап аузыңды. Мана пеш. Сен осы неге осындайларың, ай, Сикош қашан қайтам, әкеңе қарсы сөйлеме. Кім болса да. Не істесе де. Тамағыншы. Мана пеш. Анысы жіберші. Ай, құралай, не болды саған? Тамақты қызғаным. Үйіңде айтарсың оны. Бұл үйде пока мен барда, нанды да жейді, тамақты да жейді. Ауылға барғасын айтарсың мұныңды. Бір істеген жоқ қап, бәріміз істедік. Мейлі. Мә. Кім қалай істеген өзі біледі. Же, тамақ. Жұмыс істеген адам тамақ ішпей ма? Істеп отырсың алдаш. Не деген шұқаннан бе? Құралайға неге қарап отырсың? Аделяға тураған. Бірдеңе болса менен көріп өледі бұл. Өлсе менен көреді шығар. Сенен көрмегенде кімнен көреді енді? Баяғыда атаңда ауырып қалса менен көретін еді осы. Бұлардың тұқымы сондай ма? Несіне ренжисің оны? Аз жеші, аз жеш. Құралай, қойшы. Тамақ қарныш бұтты. Азынан бері жұмыс істеп. Шаршап кеттік. Шынымен істесе өлтіретін шығарсың. Мына үйге отырып дым да істеген жоқ. Бәрін мен істедім. Мынаны неге жүгіртпедік біраз? Ақ саусақ қой. Өтір соқпаш. Жұмсағаннан басқа ештеңе келмейді. Құрмаш, болды. Ағаңа қарсы сөйлеме деді ғой саған. Тамағын жей. Алдаш жай. Айтып жатырмын ғой мен. Аллаху акбар. Болды, әй, отыра бермей тұрыңдар. Ана есік алдында гүл егеміз. Ей-бай. Бол. Отырып алып тамақ ішіп шай ішкеннен басқа қасиеттерің жоқ екен. Давай, Аделя, тұр. Сен үйдің ішін жина. Сендер далаға шығыңдар, сен де шық Құралай. Да, банды. Сен тағы салшы. Енді кеміміз гүл еді сол екпеген. Не алмақшы гүл, не алмақшы есіктің алдында гүл тола емес па? Сен тұрсай, тамаққа тойып алдың ғой, бірінші сенек бар. Берме, не берейін деп жатсың, берме қойшысың. Жарылар қазір. Жегізбеңдер, адам болса тамақ. Алма да жеу керек жей ма? Аштық келсе бірінші өлетін шығар осы. Өздерің еге беріңдерші, құрмаш.